Қазақта Нұрбол деген азамат бар. Босына ілесіп 95 мың жамағаттар. СИЗОда бостан босқа отырмасын, мойнында 95 мың аманат бар. Атадан қалған дәстүр бар асар деген, асар менен жоқшылық қазақтардан қашар бірден. Елім деген азаматым отырғанда тарқапаста, ашуын бұл қазақтың кім келіп басар екен. Зиян болар адамзатқа жала деген, майша менен бұл істі дұрыстап қараса екен. Қамаққа алып лидерді Алланың қаһарына қалма дерем, керісінше қолдау беріп асарға қазақтың ата жолын жалға дерем. Асарды орта жолда тоқтатқаның, жоқшылықтан өз-өзіне қол жұмсатып, талайларды заржылатып жоқтатқаның. Еліне қызмет етсін емен еркін, елім деген азаматты тоқтатпағың, жүректі сәлде болсын иман болса, Нұрболды емес жемқорларды неден соттатпадың. Қамалғанда халқымыз қарыз деген, бір қораға түзу көзбен қарашы бұл жобаға. Билікпенен халық бір болайық, ашылады көзіміз сонда ғана. Халықтың ашқан жобасын билік келіп қолдасын, сонда ғана болады Қыдыр ата жолдасын. Ассаламағалейкум қазақ елі. Билік бесінде отырған жаңағы президенттен бастап депутат, министрлер, барлықтары билік өкілдері, барлығы халықтың жаңағы қызметшілері, халыққа қызмет көрсетушілер. Бұл кісілердің де жаңағы мүдделері халықтың дұрыс өмір сүруі, жаңағы еліміздің экономикасының дамуы, 30 елдің қатарына қосыламыз деген ұранымыз бар ғой. Халықтың арасынан шыққан жаңа Нұрбол ағамыз сияқты да азаматтар бар. Сол азаматтардың да өзінің халқының экономикасының дамуына, халықтың жаңағы дұрыс өмір сүруіне, қарыздан құтылуына, жаңағы адам сияқты өмір сүруіне мүдделі болуы. Енді осы мына Нұрбол ағамыздың құрған жобасы математикалық алгоритмді өте жоғарғы деңгейде пайдаланып, ел ашпаған, әлемде ешкім ашпаған теңдесі жоқ жобаны ойлап тапты. Бұл жобаға байланысты бір қандай да бір арандатушылық болды ма, қандай да бір түсініспеушілік болды ма, қандай да бір теріс ақпарат берілді ма, қазіргі жағдайда Нұрбол ағамыз қамақта. Енді жаңағы билік тарапынан бір пирамидалық немесе бір жаңағы қаржылық ұйым, алаяқтық, жаңағы сондай күдіктер болып жатыр ғой. Енді қамаққа алынғаннан бері біраз уақыт болды, тергелген шығар, тексерілген шығар. Бұл жобаның дұрыс екендігін мойындасаңыздар. Халықпен бірге болсаңыздар, халықтың жобасын қолдап, халықпен бірге болсаңыздар, халық билікпен бірге болсақ, біз бір-бірімізді жаңа халық билік болып бөлінбей, барлығымыз біріккен уақытта біз үлкен жетістікке жетеміз. Осы Нұрбол ағамыз сияқты ақылды, білімді азаматтардың арқасында жаңағы еліміз көркейеді, 30 елдің емес 10 елдің қатарына қосылуға біздің мүмкіндігіміз бар. Ұлан ғайыр атырап әлем бойынша жаңа 9-шы орындағы жеріміз бар. Бізде қаншалықты Менделеевтің қаншалықты жаңағы қазба байлықтарының үстінде отырмыз, қаншалықты жаңағы бай мемлекетте отырмыз. Осы өзіміздің байлығымызды, өзіміздің жаңағы мүмкіндіктерімізді өзіміз пайдаланып, өзіміздің қазба байлығымызды өзіміз өндіріп, жаңағы осындай жаңалық ашып жатқан жастарға, неше түрлі ғылым біліммен айналысып жатқан жастарға керісінше тосқауыл болмай, жаңағы керісінше қолдау көрсетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Енді осы уақытқа дейін тергеліп тексерген болса, Нұрбол ағамызды босатып, халқына қайдарып, күтіп отырған қаншама үміт көздері бар, қаншама салымшылар бар. Бұл адамдардың барлығы ешқандай да бір теріс Нұрбол ағамызға бірде-бір жаңағы арыз немесе бірде-бір теріс пиғылды немесе бірде-бір теріс пікір жазған адам көрмедік. Енді халық айтса қалт айтпайды дейді. Халықтың жаңа сіздерден сұраған өтінішін жерде қалдырмай, ары қарай жаңағы керісінше түсініспестіктердің барлығын ұмытып, Нұрбол ағамызға мемлекеттік деңгейде көмек көрсетіп, мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетіп, осы жобаның әрмен қарай жылжып дамуына өздеріңіздің мемлекет тарапынан үлестеріңізді қоссаңыздар. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, билікпен жаңағы халықтың ортасында үлкен наразылық бар. Осы Нұрбол ағамызды босатып, жаңағы жобасын қолдау арқылы сіздер халықтың жүрегіне орын аласыздар, жүрегінен. Сіздердің де билік басындағы отырғандардың да біздің халықтың да мүддеміз бір, барлығымыздың қазақтың бай болғанын, қуатты болғанын қалаймыз. Сондықтан да бір болайық, тек қана күшіміз бірлікте, бөлінбейік, бөлінгенде бөржейік. Нұрбол ағамызды қайтарыңыздар. Нұрбол ағамыз өзінің жаңа күтіп отқан халқына, өзінің үміт артқан адамдардың үмітін өшірмейік. Көптеген адамдар менің бір осы асарға байланысты жариялаған публикациямда жаңағы үмітіміз оянып еді, қарыздарымыздан құтылып едік, ай сайынғы кредиттерімізді, ай сайынғы жаңағы қажеттіліктерімізді осы асардың арқасында жауып отырған едік. Енді қазір
үмітіміз үзілді деп жатыр. Көпшіліктің үмітін үзбеңіздер, Алланың қаһарына қалмаңыздар. Барлығымызда пендеміз, қателеспейтін адам жоқ. Қысқа уақытта тәубаға келіп, ораза айында сауапқа кенеліп, халықпен бірге болуларыңызға шақырамын. Алла барлығымызға жар болсын, оразамыз қабыл болсын. Иншалла, нұрболағымыз бостандыққа шығып, ортамызға келіп, осы жобаның дамып, әлемдік деңгейге көтерілуіне атсалысайық бәріміз.